Саламатсыздар ма? Біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Негізгі сызбаны салу үшін біз қандай өлшемдерді қолданамыз? Бұл алғашқы өлшемді қолданбаймыз, бірақ та олардың қалай өлшенетінін әр тігінші білу керек. Мен олардың қалай өлшенетінін көрсеттім. Жалпы тігу барысында осы өлшемдер кездеседі. Ары қарай біз не істейміз? Тұлға денесінің жартылай айналымын біз 2-ге бөлеміз, ал толық айналымды 4-ке бөлеміз. Біздегі артқы бойдың енін 2-ге бөлеміз. Бізде артқы бойдың енін 2-ге бөлеміз. Ары қарай кеуденің бірінші жартылай айналымын біз оны 4-ке бөлеміз. Кеуде биіктігі және кез келген биіктік пен ұзындық сол күйінде қалады. Кеуде орталығы